Сәлем достар! Бүгін біз қызым екеуміз сіздерге ең оңай блини жасау тәсілін үйрететін боламыз. Солай ма, қызым? Иә. Ең алдымен бізге не керек? Сүт. Иә, дұрыс айтасың. Ең алдымен бізге сүт. Одан соң бізге су керек болады. Және де бір ас қасық сода. Және бұның бәрін араластырамыз. Және 2 жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаның алдын ең алдымен біз шекер қосамыз. Енді әркім әртүрлі не істейді. Тамы біреулер тәтті жақсы көреді, біреулер қатты тәтті емес жақсы көреді. Соған байланысты өздеріңіздің қалағандарыңызды саласыздар. Дұрыс па, қызым? Біз өзіміз тәтті жақсы көреміз, сондықтан тәттіні көбірек қосамыз. Одан соң бізге сразу 2 жұмыртқа. И осыны әдемілеп миксерлеп аламыз. Әдемілеп миксерлеп алып, енді біз не саламыз? Дұрыс айтасың. Ұнды қосамыз. Ұнды да көп салмайсыздар, мөлшеріне қарап. Массамыз біздің не қатты сұйық та, қатты қою да болмау керек. Орташа негізді қою. Азантақ сахар қосып, азантақ ұн қосатын. Сонда не шығады одан? Әлі істеп көрген жоқпын. Әлі істеп көрген жоқпын. Сол істемесе, сол істеп көрген жоқпын. Қарт берер. Не қыласың сен қантты? Осылайша барлық массаны айналдырып, араластырып, шет жақтарын барлығын араластырып, ендігі кезекте біз бұны қатты қою да, қатты сұйық та емес, бұл массаны енді біз пісіріп алып боламыз. Айтпақшыдай, пістемайды қосқызып кетіпті. Азғантай ғана пістемай қосасыздар. Және осыдан кейін уже сразу пісіре берсеңіздер болады. Мен осы судан бүйтіп қойып келемін. Судың дәмін көремін қазір. Судың дәмі қандай болатын ба? Тәтті болсын. Сөйтіп. Ойдай, күшті шықты ғой. Ішіп көрсей. Не қосқасын? Сода қосқасын ба ішіне? Иә, сода неге сода қосқасын? Болмайды ғой? Су қостым, кубик мынандай қостым, мынандай қостым. Күшті болған ғой. Енді біз бұны әдемілеп, жұқа етіп, негізі көбісі сковородкаға істейді. Енді бізде блиница болғандықтан біз осыған жасаймыз. Өте жұқа, әрі жұмсақ, қып-қызыл блини шығады дейді. Пісім олда. Осылай пісіріп алатын боламыз. Татысың. Иә? Осылайша 2-3 минуттай күтеміз. Сосын пісіріп аламыз. Сіздер сковородкаға пісірсеңіздер де болады. Егер де сковородкаға блиницалар жоқ болса, сковородкаға пісірсеңіздер болады. Осылайша барлығын жеке-жеке алып,
ары қарай осылай пісіріп аламыз. Және де менде қазіргі таңда бұл жерде екі түрлі крем бар. Мына біздің блинилеріміз қандай әдемі болып шықты, қараңыздар. Екі түрлі крем бар. Әртүрлі формамен өздеріңіз сәндеп жесеңіздер болады. Қызым, саған розовый берейін ба? Иә. Чек көрсет. Осымен біздің бүгінгі блиніміз бітті. Рецепт керек болса, қазір астына жазып кететін боламыз.